Осы жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақтелеком ТМД және алыс шетелге телефон шалу бағасын орташа есеппен алғанда 2-3 есеге арзандатқан болатын. Әрі кең жолақты интернет, интерактивті сандық теледидар, жаңа телефония және өзге де қызмет түрлерін ұсынуда. Жеңілдіктер мен заманауи қызмет түрлері абоненттер санының өсуіне негіз болып отыр. Толығырақ келесі бейнесюжетімізде. Алматы Телеком қалалық телекоммуникация орталығының мегалайн интернетіне 162 мыңыншы абонент қосылды. Қазақтелеком акционерлік қоғамының бөлімшесінде 158 бен 162 мыңыншы аралықтағы абоненттермен ТМД және алыс шетелмен жиі сөйлескен тұтынушылар салтанатты түрде естелік сыйлықтармен марапатталды. Мы получили диплом. Біз ТМД елдеріне ең көп хабарласқан тұтынушы дипломы мен естелік сыйлықтың иегері атандық. Өйткені ұлым Мәскеуде оқиды. Қайненем Ташкентте тұрады. Сондықтан Қазақтелеком қызметіне жиі жүгінеміз және оларға жеңілдіктер мен жаңа қызмет түрлері үшін алғысымды айтқым келеді. Шілде айынан бастап Қазақтелеком жеке және заңды тұлғалар арасындағы тарифтер айырмашылықтарын жойып, қоңырау шалуын недәуір арзандатқан болатын. Яғни ТМД елдеріне хабарласу минутына 25 теңге, алыс шетелге қоңырау шалуына 45 теңге болып бекітілген. Бізде абоненттер қосылғанымыз интернет қызметімізге 162 мыңнан асып отыр. Осы бәрі абоненттер қосылған DVDM сетпен арқылы интернетке шығып отырмыз. Біз Қазақтелеком Телеком жаңа қызмет енгіздік. Ол цифрлық интерактив теледидар Айдинет брендмен. Содан бастап біз 7 мыңнан артық абонент қосылып, осы қызметке қосылған. Соңғы мәліметке сәйкес Алматы қаласында тіркелген байланыс желілерінің саны 523 мыңға жетсе, IDTV бренді мен интерактивті сандық теледидар қызметін тұтынушылар саны 5 мыңнан асты. Гүлмайра Қуатбайқызы, Ынтымақ Сағынбеков, Мереке Омаров, Хабар.